Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен баклажаннан тещин язык салатын жабатын боламын. Алдын ала барлық заттарымды жуып тазалап алдым. Баклажанымды осылай 1 сантиметр етіп турап аламын. Оның үстіне туралған баклажанның үстіне 2 ас қасық тұз сеуіп, жақсылап араластырып, бетін жауып, оның үстінен ауыр затпен бастырып қоямын 1 сағатқа. 1 сағаттан кейін міне осылай суы шықты, ашты дәмі шығады баклажанның. Енді осы баклажандарымды қатты суынан сығып аламын. Сыққан баклажандарымды сұйық май құйылған сковородкада 2 жағын сарғайтып, қуырып аламын. Барлық баклажандарымды қуырып дайындап алдым. Енді ортасына салатын салмасын дайындайтын боламын. Ол үшін қызыл болгар бұрышы керек, чеснок, ашты бұрыш, бәрін ет тартқыштан өткізіп аламын. Ет тартқыштан өткізілген салмамның ішіне ұсақтап туралған кинза мен петрушканы қосамын. Жақсылап бәрін араластырып, үстіне 80 грамм сұйық майымды құямын және 4 ас қасық 6% уксусты құямын. Барлығын жақсылап араластырып, тұзы ерігенше бетін жауып қоямын. Баклажанның арасына салатын салмам дайын, бетін жауып қоям, тұзы ерігенше. Енді алдын ала буланған банкымның ішіне 2 ас қасық салма салып, түбіне оның үстіне қуырылған баклажандарымды саламын. Осы видеода көріп отқандарыңыздай жасаңыздар. Бірінші салмасын салдым, оның үстіне баклажанды салдым. Осылай кезекпен кезек салып отырасыздар, банкілеріңіз толғанша. Рецептің толық нұсқасын видеоның астындағы описание бөліміне қалдыратын боламын. Осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар. Міне осылай
кезектесіп саласыздар. Баклажанды салып, оның үстіне салмасын салып, осылай кезек салып, банкаларыңызды толтырып аласыздар. Арасында салманы түбін қозғап араластырып отырыңыздар. Мен шекер салдым. 2 ас қасық шекер салғанымды айтпаппын, ұмытып кетіппін. 2 ас қасық шекер, 1 ас қасық тұз салдым салмасына. Және сұйық май, 4 ас қасық уксус, 6%. 9% салсаңыздар болады. 6% емес, 9% салыңыздар. Баклажандардың бәрін толтырып салғаннан кейін үстіне салмамызды саламыз. Барлығын болған кезде бетінде салма болу керек. Банкымды толтырып, барлық банкілерімді толтырып алдым. Енді кастрөлге жылы су құйып, ыстық емес, сәл жылы болсын, банкілерімнің сыртынан қайнататын боламын. Қақпағын әлі закрывашкамен жапқан жоқпын. Енді осы суымды қайнатып, 20-30 минут қайнатамын сыртынан банкілерімді. Міне банкілерім бәрін дайын болды. Қақпағын жақсылап жауып алдым. Қақпағының жақсы жабылғанын тексеріп көріңіздер. Міне осындай әдемі болып шықты. Банкілердің қақпағын төмен қаратып, жылы жауып 1 суткаға қоясыздар. Ертесіне салқын жерге сақтасаңыздар болады. Егер де менің видеом ұнаса, подписаться етіп, комментарий жазып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сау